Адам біліміне қарай 4 түрлі болады. Күндердің күнінде бір жігіт белгілі ғалым Халил ибн Ахмед әл-Фараханиден келіп сұрапты. Осы адамның бойындағы білімі қалай өлшенеді? Сонда ғалым байсалдылықпен: адам біліміне қарай 4 түрлі болады. Біріншісі ғалым. Ол білімді әрі өзінің білімді екенін біледі. Бұдан біз білім алуымыз керек. Екіншісі ғапыл. Ол білімді, бірақ білімді екенін аңғара бермейді. Бұндай адамды ояту керек. Үшіншісі надан. Ол білімі жоқ және білімсіз екенін анық мойындайды. Мұндай адамды оқытып үйрету керек. Төртіншісі ақымақ. Оның білімі жоқ, сонда да білімсіз екенін мойындамайды. Ал мұндай адамнан қашанда аулақ жүру керек. Себебі ол бәрін білемге салып адамды адастыру мүмкін деген екен.